жеңілірек болады. Енді мен бұл кеше Алхан бауырымызға жаңағы іс бастап жүрген мына кейін Құмархан бауырымызға, сонан кейін мына Серік фотограф бауырымызға мен толықтай кепілдік бере аламын. Сіз осы уақытқа дейін мысалы бір Жигулиге 3-4 жылдың ішінде бір 5-10 жылдар Жигули деп айтайық, болмаса бір ескі Nissan Primera сондай машинеге сіз табыс тапсаңыз, осы бизнес тренингтен өткеннен кейін Алла қаласа сіздің 3 жылдық табысыңызды 3 айда табатын боласыз. Оны өзіңіз де қол жеткізесіз, және мына осы бастау тренинг арқылы Қазақстанның халқына біз көрсететін боламыз. Енді осы бизнес қатысқан адамдардың көзінен, талабынан байқап отырмын, мына біраз жігіттер, табанды жігіттер. Мына Алхан бауырымыз өте табандылық екенін көрсетті. 1 жыл бойы жаңа жасаған, әкелген товар өтпей, ешкімге қажет болмаса да қайтпай алға ұмтылып отыр. Ол кісі түбі нәтижеге қол жеткізеді. Сол сияқты жаңағы бір бауырымыз, атын ұмытып отырмын, кеше ана күні тренинг біте салысымен түнде маған шығып, ертеңінде шығып, аға ананы қайдан тапсам болады, мынаны қайдан тапсам болады, бірде талпынып іске кірісіп кетті. Сондықтан мысалы 100 адам келсе, соның мен ойлаймын 5-10-15% ғана көбінесе нәтижеге қол жеткізеді. Өйткені көп адамдар ойлайды, бизнес деген оңай нәрсе, мен келдім бірден табыс тауып кетем деп, мысалы жолын көрсетіп берсе. Шындығында мысалы қазіргі заманда интернет маркетинг жасағанға шындығында оңай, 3 айдың 5 айдың ішінде 5-6 жыл кейбіреулердің істеп жүрген нәтижесіне жетуге болады, бірақ оған табандылық керек, оған қажырлық керек, қайтпайтын. Енді ниша іздеген кезде мысалы көрініп тұрған жаңағы салалар бар. Мысалы осы үйдің ішінен, кез келген үйдің ішінен бір 50-60-100 деген сала табуға болады. Мысалы біреулер мынандай штор тігеді, біреулер мына мебель сатады, біреулер лампочка бар, біреулер осы үйге керек, мысалы компьютер бар, телевизор сатады. Мысалы есіктер жасауға болады, мына құрылыстың үйдегі мысалы жасайтын басқа электропроводтарды әкеп сатуға болады, терезені әкеп сатуға болады, шыны әкеп сатуға болады, болмаса бір нәрсені өндіруге болады, кілемдер әкелуге болады деген сияқты. Фотомен айналысуға, сондықтан мыңдаған. Ол көзге көрініп тұрған, айналаңызға қарасаңыз, көшеге шықсаңыз көрініп тұрады. Ал көзге көрінбейтін бір салалар бар. Ол салалар қандай салалар? Мысалы бір өндіріске керек салалар, бір станоктар, бір химиялық заттар, мысалы ПВХ деген нәрсе бар. Мысалы қазір күнделікті бәріміз су ішеміз ғой, кока-кола ішеміз, соны осы Қазақстанда өндіреді. Оған ПВХ керек, оған түрлі бір компоненттер керек. Оны қалай білесіз? Мысалы сіз айтайық, бұрын мысалы институт оқыдыңыз, бір биологиялық институтта, сол кезде бір заттармен айналыстыңыз. Соған керек заттарды егер сіз жақсы білсеңіз, ол басқа халыққа көрінбей тұрған, сізге көрініп тұрған ниша. Мүмкін сіздің досыңыз, туысыңыз бір сондай бір заводта ма, бір мекемеде жұмыс істейді. Ол кезде соған керек нәрселер. Оны ондай көрінбей тұрған адамдар нишаны табу үшін, ол кезде ондай жерлерде әрине мына конкуренция, талас аздау. Ол үшін мына Атакенттегі апта сайын, күн сайын түрлі көрмелер болып жатады. Сол көрмелерге барып, сол журналдарды алып, сол көрмеге әкелген экспонаттармен танысып, сол жерден іздеп тауып алуға болады. Содан кейін негізі бизнесте закон малого начала деген бар. Абай атамыз айтады, бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеді жатады дейді. Не нәрсені бастағаннан кейін кішкентайдан біраз көлеммен бастап тез интернетке жаңағы тестқа жіберу керек. Яндекс визитка ашу керек, LP генератор арқылы лендинг пейдж жасап алып, соны тексеріп, басында бір 10-20 жаңағы штук товарды әкеп сатып көріп, оған сұраныс ие болса, одан кейін бар 20-30-на, одан кейін 50-100-не тез арқылы көбейтуге болады. Бірден мен мысалы бір нишаны таңдап аламын, бизнес план жасап аламын, содан кейін бір жерден үлкен ақша тауып, кредит алып, болмаса қарыз алып, бірақ бір тонналап бастап кетем, бәлемай кубометрлеп бастап кетем, миллион теңгелеп бастап кетем деген, ол үлкен қателік. Сондықтан қазір Құдайға шүкір интернет маркетинг арқылы оны 2-3 бір аптаның ішінде келген нәрсені тест жасап алуға болады. Содан кейін барып көзің жеткеннен ары қарай дамыту керек. Содан кейін көп адамдар ойлайды, ана күні тренингте де айтты, менде сондай бір оригинальный идея бар, ешкім білмейтін. Айтайын десем біреу ұрдақ қоям екен, біреу біліп қоям екен деп сөйтіп қорқамын деп. Ол да енді былай айтқан кезде орысша айтқанда наивность, бұл бір неме деген сөз. Енді
Елде жоқ нәрсемен айналысып керемет мен қазір үлкен табысқа жете қою деген ол енді қияли болса әңгіме көбінесе солай болып шығады. Елге неге керек жоқ? Ол неге бұрын жоқ? Мүмкін ол ешкімге керек жоқ шығар. Ол ешкімге мыңнан бір, миллионнан бір адам шығар сондай, мысалы Microsoft сияқты, жаңағы мына Apple жасаған аты кім еді есіме түспей тұр, сол сияқты керемет, мына Ford сияқты азаматтар ол миллионнан бір туады. Сіз сонда миллионның бірісіз ба? Сондықтан елде жоқ товар табам, керемет, елді таң қалдырам деп соны уақыт өткізіп алмау керек. Сіз өзіңіз білетін нәрсені соны жақсы жеткізіп, адамдарға тезірек пайдаңыз тиетін болса, сонда сіздің бизнесіңіз алға басатын болады. Тезірек. Содан кейін менің өзім тәжірибем, Қытайға барған кезде бір шағын бір аяқ киім тігіп жатқан фабрикаларға барсаңыз, бұны айтамыз, қайда жасап жатыр десек, бұны қайда жасаған, біз бүкіл әлемге жасап жатырмыз дейді. Ана жерде бір 20-25 адам жұмыс істейді. Бізден енді бастаған адамдар ойлайды, мен істесем осы өзімнің ауданыма, өзімнің ауылыма, өзімнің қаламда ғана істей аламын деп. Сондықтан қазіргі мына интернет ғаламтордың бізге беретін керемет қолымызға кілті, біз бір ғана регионға, бір ақ қалаға байланып қалмау керекпіз. Неғұрлым бүкіл Қазақстанға, содан кейін біраз тәжірибе жинап алғаннан кейін мына СНГ-ға, бүкіл көрші мемлекеттерге шығамын деп, сол жақтың да қандай сұраныстар бар, соны білу керек неғұрлым. Содан кейін егер сіз қазір мысалы посредник дейді ғой, делдалдықпен айналысып тезірек біраз табыс табамын деп ойласаңыз, онда сіз мына айтайық қазір оптом дейді, топтап сататын үлкен компаниялар көп. Олар әлі күнге дейін ғаламтордың мүмкіншілігін көбінесе біле бермейді. Солардан барып товар алған кезде, сол жердегі бір товардың үлгісін, ол шағындау болса неғұрлым, сол үлгіні қолға ұстап жүретіндей, елге көрсете алатындай, болмаса тезірек видеоға түсіріп жан жаққа таратып жіберетіндей болса, бұл поштамен жібере алатындай болса, сонда неғұрлым жақсы. Өйткені мысалы сіз айтайық, экскаватор Қытайдан көп әкеп сатып жатады. Бір кран сатам десеңіз, ол кранды сіз қолыңызға ұстап елге көрсете алмайсыз ғой. Сондықтан елге ұстап көрсеткен кезде, ол қолмен ұстап көріп, мынаны жаңағы товардың сапасын қалай қолдану жағын тезірек ыңғайлы екенін қолмен ұстап көретін болса, соғұрлым ол товарды сату жеңіл болады. Енді тағы да нишаны таңдаған кезде оның қаншалық пайда келетінін есептеп алу керек деп айттық. Маржа деп айтады. Енді өзіндік құны себестоимость деген түсінік бар. Ол енді ұзақ әңгіме, ол үшін бюджет жасауды үйрену керек. Қазіргі кезде қарапайым өзіндік құны, сіз оны қаншаға сатып алдыңыз, соны өзіндік құны деп есептейік. Содан кейін қаншаға саттыңыз, мысалы бір товарды сіз мысалы 7000 теңгеге сатып алдыңыз, оны 11000 теңге сатып алсаңыз, сол 7000 теңге өзіндік құны болады. Ал 11000 теңге сатсаңыз, ол сіздің сатқан бағаңыз. Сонда 11-ден 7-ні алсақ 4000 теңге, бір товардан сізге қалатын 4000 теңге маржа деп есептеледі. Мүмкін сіз бір танысыңыз арқылы өзіңіз мысалы бір ниша таптыңыз, мысалы 1,5 миллионға келетін бір товарды, үлкен бір товарды бірақ сатып алуға болады, станок па, бір құрылғы ма келгенде. Соны 1,5 миллионға сатып алдыңыз да, сіз оны 2,5 миллионға таптыңыз, сіздің маржаңыз 1 миллион бір дегенде. Ол әрине өте жақсы, өйткені маржа үлкен, мысалы жүгірдіңіз бір жарты айма, бір айға уақыт, 2 айма уақытыңыз кетті, бірден 1 миллион ақша таба аласыз. Бірақ сіз оны сол салада сіз керемет мықты экспертсіз ба? Соны өте жақсы сол саланы біле аласыз ба? Мәселе сонда. Көп адамдар бірден 5 миллион, 10 миллион тапсам деп, бірақ соның соңында 1 жыл, 2 жыл уақытын кетіріп, ақырында нөлмен шығатын азаматтар көп. Ондайлар өздеріңізді көп танитын шығарсыз. Сондықтан неғұрлым үлкен маржан емес, неғұрлым осымен товарды экспертін ба, жоқ па, соны біле керек. Енді экспертніс дегенде сіздерге мен тағы бір өз басына өткен бір мысал келтірейін. Мен өздеріңіз айтқанда 2 жыл мына Гуанчжоу қаласында тұруға тура келді. Сол кезде Гуанчжоу қаласында бір қала, мысалы айтайық, осы шағын қала енді, Аягөз, мысалы Семей сияқты бір қалада бүкіл қала джинсы тігумен айналысады. Мыңдаған адам, жүздеген мың адам тек қана джинсы тігеді. Барған кезде, сол кезде есімде ұмытып қалмасам, бір джинсидің $7-8 сатып алуға болады екен джинсиді, оптом алған кезде. Сол Алматыда звондап білсем, джинсиді базарда сол кезде $60-70 сатып алады. $7 қалып $70 сатқанда арасындағы маржа деген сұмдық. Айтында осымен айналысып көрейікші деп. Содан ақ жерге бардық балаларымыз бәріміз.
әр жерден $7, $8, $10 мысалы үлгілерін бір 10 шақты 20 шақты үлгіні сатып алдық та соны поштамен Қазақстанға жібердік. Жіберіп осында достарымызға, базарда таныстарымызға берсек айтады, мыналардың Қазақстандағы жастар өте киімді таңдап киеді, жақсы киім кигісі келеді, мына әкеліп жіберген джинсіңіздің бірде біреуі ешкімге ұнамайды. Ұнамаса тағы да жіберейік деп, тағы да барып, тағы да басқа бір керемет жаңадан шыққан үлгі, әдемі үлгі дегендер таңдап жастарды апарып таңдап тағы да жіберіп, тағы да жарамайды. Содан кейін менің апайымның баласы Роза сол джинсы сатып айналысқан болатын кезінде. Содан кейін сол кісі декретный отпускада болатын сол бала. Соны оған жолға ат түйеде қалап шақыртып алдық, жол ақысын бәрін төлеп. Соны Розаны әгі қалаға апардық, мыңдаған компания джинсы тігеді. Соны Роза күндіз-түні айналысып жүрді да маған Ақаяға кешіріңіз, мына қытайлардың мүмкін вкусы бөлек па, мүмкін олар Қытайдың нарығына айналысқан екен, сондықтан мына жерде мен осы Қазақстанның адамдары киетін бірде бір джинсы таппадым. Шындығында сапасы жақсы, бағасы арзан, бірақ мынаны апарғанмен Қазақстан өтпейді деді. Сондықтан әшейін қана бір джинсиді сату үшін адам эксперт болу керек екен. Сондықтан мысалы айтайық, бір телефон сатумен айналыссаңыз, ол телефонды алған кезде ол телефондың подделка ма жоқ оригинал екенін қайдан білуге болады? Оның ішкі құрылысын, оның мегабайтын, оның басқа да керемет көп білетін ішіндегі қитұрқылар көп. Сондықтан сіз бірнешені таңдап алған кезде соны тез арада мен соған эксперт бола аламын ба, осы мен экспертпін ба жоқ па, соны бірінші еске ұстауыңыз керексіз. Енді бағана айтқандай сіздің мысалы хоббиіңіз, өзіңіздің бір керемет сүйікті ісіңізді бизнеске айналдырайын десеңіз, бірақ ол біреуге керек па, керек жоқ па? Мүмкін ол сізден басқа, мүмкін бір тағы да сіз сияқты бір 10, 20, 30 адамнан басқа керек емес шығар. Бұның бәрін мен сіздерге берген чек-лист арқылы тексеріп, талдап алуға болады. Содан кейін ары қарай әбден тексеріп, жеті рет өлшеп алғаннан кейін менің көмегіммен, достарыңыздың тренинг қатысқан басқа да азаматтардың көмегімен таңдап алғаннан кейін келесі жол лендинг пейдж жасау, содан кейін мына SMM, контекстный реклама, Google AdWords-та ары қарай бұл бизнес дамытып кету жолын ары қарай талқылап, іс жүзінде үйренетін боламыз. Рахмет, тыңдағандарыңызға жүктеп алып, көріп, екі-үш рет тыңдап, осыны іске асыруларыңызды тілеймін.